Сәлем достар, біз бүгін қуырдақ дайындаймыз. Ол үшін бізге ет, өкпе, бауыр, жүрек, үй жағдайында не бар, сол арқылы дайындаймыз. Еттеріміздің бәрін жақсылап кесеміз. Менде бауыр, өкпе және бәрін жақсылап кесіп, қызып тұрған майға етімізді салып қуырамыз. Жақсылап қуырамыз. Одан кейін осылай астын жай басып суы тартылғанша қойып қоямыз. Татымына қарай тұз қосамыз. Етіміздің суы тартылғанша картопты, сәбізді, пиязды бәрін кесіп дайындап қоямыз. Бәрі дайын болғаннан кейін суы тартылған соң бәрін араластырып, жақсылап майға қуырамыз. Одан кейін татымына қарай лавровый лист, қара бұрыш және приправа қосамыз. Астын 1,5 сағатқа жай басып қоямыз. Міне, қуырдағымыз дайын болды. Ас болсын.